Қатал тағдыр. 3 бөлім. Соңына дейін көріңіздер, өте қызық. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Үйіне жадырап келген Сәуленің түрін көрген енесі іштей қуанды. Байғұс келінімді қалаға жібергенім қандай жақсы болған, көңілі сергіп оралды ғой. Қайдан білсін келіннің пасық ойын. Сәуленің көз алдына өзінің армандаған үйі, көлігі, кербезденіп дүкен аралағандарын ойша елестетіп ұйықтап кетті. Енесі түртіп оятып, кешкі ас дайын, жүре-ғор жарқыным деп еркелете сөйледі. Бұл үйде Сәуле меңіреу адамша жүретін. Бүгін бір ерекше көңілмен «Апа, көп рахмет» деп алғаш рет енесіне жылы сөз айтты. Енесі байғұс жүрегі жарылардай қуанып келінін құшақтап жылап кетті. Сонан екеуі біраз мұңын айтып жеңілдеп қалғандай болды. Мараттың анасы баласының атынан қайта-қайта кешірім сұрай берді. Сәуле енесін шын мәнінде ұнатпайтын. Тек қалаға барарында енесінен ақша сұрап алу еді. Айы күні жетіп, Сәуленің толғағы өте ауыр болып, дүниеге қыз баланы алып келді. Туыла сала өз уызына жарымаған шақалақты дәрігерлер басқа аналарға емізетін, өз ішінен шыққан сәбиіне жүрегі жібімеді. Енесінің қуаныштан төбесі көкке жеткенде, ұлына әке болдың дегенде ашуланған ұлы, маған қыздың керегі жоқ, осыдан ана қатын үйге келсін, буындырып өлтіремін, ұл тумағын қандай екенін көрсетемін деп айғайға басты. Сасқанынан анасы не дерін білмей қалды. Тіпті Марат ішіп алып перзентханаға барып шу шығарды. Сәуле шық деймін, әйтпесе буындырып өлтіремін деп айғай шығарды. Күзетшілер әрең дегенде шығарып жіберді. Онсыз да жүрегі тастай қатқан Сәуле ойланбастан қызымнан бас тартамын деп қолхат жазып қалаға тайып тұрды. Бұл сұмдықты естіген туыстары Сәулені жек көріп, ата-анасы елдің бетіне қараудан қалды. Мараттың анасы немересін өз қолына алып, сормаңдайым-ау, өмірге келмей жатып әке-шеше жылуын көрмедің, Аллам, бұл періштенің не кінәсі бар деп қайғырды. Шырылдаған сәбиді құшақтаған әжесі үйіне әкеліп жуындырып шайындырды. Азан шақырып есімін Таңшолпан деп қойды. Сәби болса да көп жыламайды. Сәби жүрегі әке-шешесінің жоқтығын іштей сезеді-ау. Әжесі көршінің ешкісін сауып немересіне қорек ететін. Маратты таныстары мысқылдап, қатының басқамен кетіпті, бір қатынға ие бола алмадың ба деп келеке етті. Жалған намыстан бойын ашу-ыза кернеп, Сәуленің әке-шешесіне барып, үйін қиратып, салдағы қызыңды көрсем бауыздаймын деп ұрыс шығарды. Онсыз да ел-жұртқа қарақшы бет болған әкесі мына сөзден кейін жүрегі қысылып ана дүниеге кете барды. Қаншама азапты күндерін осы қыздарының бақыты үшін шыдаған, еш уақытта аш қалдырмаған, әсіресе Сәулесін жақсы көретін еді. Сол мәпелеп өсірген әкесін ақтық сапарға да шығарып салмады. Бауырлары Сәулені қанша іздесе де таба алмады. Бір адамдардан қаладан көрдім дегендерін естіп, аман екенін білетін. Бұл уақытта Сәуле байлықтың қызығына түсіп бауырларын, әке-шешесін де ұмытқан. Әкесі қайтқан күні түсіне енген еді. Әкесі «Алтыным, сені сағындым» дегенде жанары жасқа толып оянған Сәуле жабырқаған еді.
бір уақытта сұңғаттың жаңа көлік алып беремін дегені есіне түсіп орнынан ұшып тұрып асыға киіне бастады. өзін-өзі түс түлкінің боғы деп жұбатып қояды. сондай бақытты санап ешкімнен кем емеспін, әлі-ақ су жаңа көлігіммен ауылдың шаңын бұрқыратып барғанда таң қалатын болады деген қиялмен әкесін ұмытты. Ашудан көздері қызарған Марат үйдің есігін лақтыра жапқанда шешесінің жүрегі су етті. Құдайым сабырлық бере гөр дегенше болмады. Сәби жатқан бөлмеге кіріп, салдақының баласын тұншықтырып өлтіремін, деді. Анасы шыр-бұр болып ақшасын таппай жүр. Өз баласын тәтті ұйқыда жатқан періштені бесігімен қоса лақтырып жіберді. Анасы ойбай, ойбай, бұл қайткенің деп тапқан ақшасын қолына бергенде үйден қуана шығып кетті. Бесігімен лақтырғанда даусы шыққан сәбидің үні шықпай қимылсыз қалды. Періштеміз аман қала ма? Жалғасы бар.